Қайырлы күн баршаларыңызға, қалайсыздар? Бүгінгі жасайтын нанымыз, нан пісіріп көрсетейін деп отырмын. Нан ашытып, әуелі нан ашытып көрсетем, одан кейін барып бутерброд жасауды көрсетейін дегенмін. Бүгін жексенбі күн болғаннан кейін өзімізде демалыс жариялап, жаңағы дәмді тағам жегіміз келген, соны көрсетіп жіберейін деп отырмын. Әуелі бізге бірінші мына сүтті алып алдым, бір 150 миллиграмдай сүтті, осыны жылытып дайындап қойдым. Жылытып дайындадым. Одан кейін осындай 80 грамм маргарин. Одан кейін қазір қасығымды алып алайын. Осы маргаринді осыған әбден еземіз. Мына сүтімізді әдейі қатты қылып ысыстым. Маргарин ерісін деп. Осыны ерітіп аламыз. Одан кейін барып қантымызды, сосын кейін кішкене тағы да тұз қосамыз. Сосын кейін ашытатын боламыз. Енді қолмен езіп жіберейін мен. Сүтімізді сәл ысытып алдым, маргарин ерісін деп. Міне еріді. Енді осыған қазір немізді қосамыз, қантымызды қосамыз, мынандай қантымызды. Әбден қолмен езіп, қантымыз кішкене ерігенше осылай араластырамыз. Енді одан кейін дрожжиімізді саламыз. Мына жерде 11 грамм деп тұр дрожжи. Осының бәрін саламыз. Мынаға мен шай қасықпен кішкене не салдым. Бір шай қасық тұз салдым. Сөйтіп жылы суға ертіп алдым. Енді қазір осы неге қоспаға қосамыз. Міне енді осының бәрін араластырып, жақсылап тұрып. Содан кейін мынандай сұйық май қосамыз. 50 миллиграмм сұйық май. Енді ұнымызды саламыз. Онда өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен саласыздар. Мен деген жаңа електен 2 елек салам ба деп отырмын. Мынандайдан 2 салайын деп отырмын. Мынау біріншісі, қазір осы електен өткіз салам. Енді 2 сияман нақты білмеймін, бірақ енді мен осында 2 електен осы 2-ін өткізім кеп тұр. Көбірек қылып ашытып, жаңа тоңазытқышқа салып қойғанға ыңғайлы. Керек кезде пісіріп алып, жеп отыра бересің деп қылып. Бірінші неден өткіздім, електен мынау разрыхлитель. Осындай разрыхлительді үстіне ұнның үстіне осылай қосып жібересіздер. Сонда үлпілдеп, әдем болып, нанымыз күшті болып пісетін болады. Мынау әлі сұйық, міне көрініп тұр. Енді осыны тағы бір елеп аламыз да, содан кейін електегіні салатын боламыз. Міне иінін әбден қандырдым. Осылай шықты, жүп-жұмсақ болып. Енді осыны қазір аузын жауып, бетін майлап, бірінші бетін майлап аламыз. Содан кейін аузын жауып, жылы жерге қойып қоясыздар. Сонда тез ашитын болады. Мен қазір нақты айта алмаймын, қанша да ашитын. Ашқан кезде уақытысын айтатын боламын. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп ашытылуға жібереміз. Нанымызды ашытуға жібердік, жылы жерге қойып қойдым, орап. Енді қазір біз котлетті жасау, котлетке не қосылу керек екен көрсетіп жіберейін. Мына жерде 2 картоп, сосын кейін 2 пияз дайындадым, және 1 бас чеснок. Чеснок көп болса, котлет соғырлым тәтті болады. Одан кейін барып, қара нанымды дайындап қойдым. Осының қазір жартысын қосатын болам. Жартысын алып қалып, жартысын қосамын. Бірінші мына картоптарды майдалап турап аламыз.
Mine nanımızды турадық, жаңа картопымызды, пиязымызды турадық, чеснок тураған жоқпын, арасына осылай қойып қойдым. Қазір бірге осы неден ет тартқышына өткіземіз. Мына немізді фаршымды дайындап қойдым. Осында фарш, менде фарш көптеу болып тұр, бірақ сонда да енді молынан жетсін деп жаңағы тоңазытқышқа қойып қойғаннан кейін алып жей беретіндей етіп, солай жасап қоямын. Так, мына жерде барлығы дайын. Нанымызды, чеснок, содан сарымсағымызды, одан кейін картопымызды, пиязымызды бәрін тартып алдық осылай. Ой, иісі пияздың, чесноктың иісі күшті шығып жатыр енді. Енді бісміллә деп жақсылап араластырамыз. Енді дайын болды, мына қолмен әбден басып, бір қамыр сияқты елеп тастадым да, енді тұзымызды қосамыз. Тұзды өздеріңіз енді дәміне қарай қосасыздар. Мен артық я кем қылып айтып қойсам, ертең сосын кейін шығасыздар. Одан да өздеріңіз жаңа араластырып, қосып, содан кейін дәмін біліп отырасыздар. Енді мен қазір осын тағы да бір араластырамын, тұзы арасына сіңсін. Менікі арал тұзы болды. Енді арал тұзы енді ірілеу ғой. Сондықтан сіңем дегенше, осылай қолмен әбден басып, жаңа тұзын бойына сіңдіріп алу керек. Енді мына бұрышымызды қосамыз қазір тағы да. Бісміллә. Бұрышты көбірек қосып, чеснокты көбірек қосып, осылай дайындасаңыздар, мына жұмыртқа, бір жұмыртқа жарып жатырмын. Жаңа соны көбірек қоссаңыздар, дәмді болады. Және мына паприка. Бұны да кішкене ғана қосайын деп отырмын. Дәмін келтіру үшін. Енді осыны осылай әбден араластырып, мынандай нанның ұнтағы болса, сухарики дейді ғой. Сондай болса, тіптен жақсы. Котлетіміз әдемі, дәмді болып пісу үшін. Енді қазір кейбіреулер бар, ұнға болғайтын. Мен енді неге жаңағы сухарикиге жасайын деп отырмын. Осылай қолмен домалақтап аламыз. Ұрғылап, осылай қолмен жарылып, я болмаса бұлай бөлініп кетпей үшін осындай әбден дөңгелетіп, сосын формаға келтіріп, жаңа қоя бастаймыз. Міне. Жан-жағын, бұлай. Үстін басып. Енді тағы да бір домалақтап, қазір мұнан жасап жібереміз. Осылай жасап кете бересіздер. Міне достар, ашып нанымыз дайын тұр. Енді тағы бір басып жіберемін. Сосын кейін барып булочка сияқты ғой жасап көрсетемін. Осылай домалақтап қолмен бір домалақтап қоямыз. Мені осылай бір домалақтап алдым. Енді мына жерінен бастап тағы да бір қолымызбен осылай көтеріп аламыз, домалақтап. Содан кейін барып жаңағы ыдысымызға саламыз. Мені пергаментный бумаганы осылай неғылып дайындап қойдым. Форманы әдемілеп, домалақтап осылай қойып қойсаңыздар, былай. Қазір сосын кейін 10 минутқа қалдырамыз. Көтерілгені. Рет-ретмен осылай неғыламыз. Жаңа домалақтап, әдемілеп. Сонда булочкамыз әдемі болып піседі. Айтпақшы достар, бұл деген қанша 40 минутта көтерілді. Ровно 40 минутта көтерілді. Енді қазір тағы да осылай 10 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Сонда үлпілдеп әдем болып пісу үшін. Менде осындай ғана шықты. 12 ма, 14 па сондай шықты деймін. Үйдегі бар затпен істеген екен. Егер түбі не болатын болса, осылай бекітіп, домалақтап, осылай қойып қойсаңыздар болады. Осылай домалақтап дайындап қойдым. Қазір енді бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Ал міне майымыз қызды, енді котлетімізді дайындайтын боламыз, пісіретін боламыз. Бісміллә деп бастайық.
7-8 минутта екі жағын аударып солай аласыздар. Ары бері аудардым. Мына қазір тағы да бір аударып жіберейін. Одан кейін түсіретін боламын. 1 минуттан кейін алып отырамын. Осыны қазір аламын. Котлетімізді міне дайындап жатырмыз. Енді жұмыртқаның сарысын мына көтеріліп кеткен екен. Жұмыртқаның сарысын жағып көрсетейін деп жатырмын сіздерге. Ал бісміллә. Үлпілдеп көтеріліп жатыр өздері де. Енді осыған қазір біз күнжіт себеміз. Мынандай күнжіт, ақ күнжітін алғанмын. Осы күнжіт 1000 теңгеге алдым ғой деймін осы. Базарда 1000 теңгеден екен, соны қазір себеміз. Күнжітті көп сепкен жақсы, тәтті болады өзі бар ғой. Көбірек қосқан тәуір көрем. Біздің үйдегі папамыз олай қостырмайды. Уже күнжітті сеуіп бетіне жұмыртқаның сарысын жағып болдым, күнжітті септім. Аямай, енді осыны қазір неге салатын боламыз, духовкаға салатын боламыз. Духовкаға саламыз 180 градусқа 40 минутқа. Міне достар, нанымыз дайын. Енді жарысын жеуге, жарысы жаңа бутербродқа қойып қоямыз. Дайын болды, әлі ыстық күйінше жаңағы не қылайын деген. Міне қараңыздар, мынау уже жұмсақтығын қараңыздар. Енді осыны арасын ашамыз. Салатный лист болса, салатный лист қосқандарыңыз дұрыс. Мен аяқ астынан жасап көрсетіп жатырмын. Бүгін енді ертең жаңағы жұмыс күні ғой. Сол жұмысқа апарсын деп тез жылдам жасап осылай көрсетіп жатырмын. Майонезімізді салдық. Енді жаңа котлетімізді бұлай қойып қоям. Одан кейін сырымызды жан-жағы шығып кетіп жатыр ғой. Сондықтан бұлай домалақтап алып көрейін енді өзімше. Сөйтіп арасына қосып жібереміз. Мына жағына қойып қойса, содан кейін бұлайына мынандай қылып басып қоямыз. Енді мынау бар. Достар, мынау кәдімгі үйде жеуге арналған нан. Арасында еш нәрсе жоқ, міне жұмсақ. Бұл деген күнделікті жеуге арналған. Енді мынау жаңағы бутербродымыз. Арасында міне сырымыз бар, котлетіміз бар, майонезді жақтық. Енді үйде кетчуп болған жоқ. Салатный лист болғанда тіптен тамаша болатын еді. Мынау енді бұл осы бүгіндік мен сіздерге көрсеткім келген нан осылай. Атын енді білмейді екен. Күнделікті жейтін нан деп есептейміз. Енді бутербродымыз өте дәмді шығып, әлі ауыз тиген жоқпын. Барлықтарыңызға осылай пісірулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді деп ойлаймын. Ас болсын.